Сәлем достар. Бүгін сендерге «Пронзительно громко» атты сериалдың 3-ші сериясының мазмұнын айтып беремін. Баяғыда бір кішкентай сүйкімді қыз болыпты. Оны анасы қалада барлық сұлулық байқауларына қатыстыратын болған. Анасы әрдайым егер мен ақылды мен әдемі болуды таңдауым керек болса, мен әрқашанда әдеміні таңдайтын едім дейді. Және бұл сөздер қыздың есінде қалады. Бұл кішкентай қыз әдемі Амелияға жарқын болашағы бар бойжеткен болып өседі. Ол өз жұмысында өте табысты, бірақ жұмыс қызды зеріктіріп жібереді. Деген сайын көрсетілімдерінің бірінде Амелия миллионер Гарриді кездестіреді. Олардың арасында қарым-қатынас орнайды, және көп ұзамай Амелия Гарридің зәулім сарайына көшеді. Оған оның өмірі нағыз ертегі сияқты көрінеді. Бір күні таңертең Амелия Гарридің кеңсесінен шыққан біртүрлі дыбыстардан оянып, не болғанын тексеруге барады. Жігітінің қабырғаға полка іліп тұрғанын көреді. Полка оның кітаптарына немесе олжаларына арналмаған. Бұл Амелияға сыйлық. Қыз сыйлықты өте сүйкімді деп санайды, бірақ оның барлық аяқ киімдері сыймайтынын айтады. Амелия сол жерде отырғанда ол өзінің сүйіктісіне кез келген уақытта сүйсіне қарай алады. Бұл Гарриге тағы жүздеген жаңа бизнес ашуға шабыттандыратын болады. Амелия бұл идеяны ұнатпайды және Гарриге оның жұмыс істеуі керек екенін еске салады. Бірақ ол бәрібір жұмысын жек көретіндіктен кеткені жөн деп жауап береді. Гарри қызды қарапайым өмір сүру үшін тым ерекше деп санайды. Амелия келіседі. Гарри полкаға отыруы үшін оған баспалдақпен көтерілуге көмектеседі. Содан кейін сүйіктісіне ыңғайлы болу үшін жастық береді. Содан Гарри таңғы ас әзірлеуге кетеді. Біраз уақыттан кейін Гарри мен Амелия үйленеді. Бірақ кеш кезінде де Амелия үйлену көйлегін киіп полкада отырып барлығының көңіл көтеруін және әңгімелесуін тамашалайды. Қонақтар жастарды қарсы алады, ал Гарри сүйікті әйелінің құрметіне салтанатты тост сөйлейді. Кейінірек кеш батып бәрі үйге тарайды. Гарри Амелияға көтеріліп, неке түнін жаңа әйелімен сөреде өткізеді. Күндер өтіп, Амелия өзін әртүрлі істермен айналысуға тырысады. Журналдарды оқиды, маникюр жасайды, тіпті спортпен шұғылданады. Гарри күн сайын оған керемет сыйлықтар әкеледі. Керемет гүлдер, жарқыраған әшекейлер мен дәмді шоколадтар. Тіпті халықаралық мерекелерді атап өткісі келеді. Өкінішке орай, алғашқы сезімдер көп ұзамай жоғала бастайды. Гарри қызға аз көңіл бөле бастайды. Тіпті сыйлықтар бермейтін болды. Күйеуінің назарын аударғысы келген Амелия онымен сөйлесуге тырысады. Алайда Гарри одан сөйлемеуді сұрайды. Қыз жай қабырғадағы тұрған әшекейге, яғни трофейге айналады. Бір күні Амелия Гарриді қарату үшін өзінің ең әдемі көйлегін киіп алады. Бірақ Гарри тіпті қызға мән берген жоқ. Содан ол үстелді Амелияға арқасымен отыратындай етіп қояды. Бұл жағдай қызды қатты ренжітеді. 3 жыл өтсе де Амелия әлі де полкада отыр. Ол Гарридің жұмыстан қайтып келе жатқанын естиді, бірақ ол оған келмейді. Амелия оның атын атайды, тіпті айқайлай бастайды, бірақ бұл күйеуінің назарын әлі де аудармайды. Амелия полкадан түспекші болады, бірақ бірнеше жыл полкада отырғасын қызға еденге дейінгі қашықтық өте үлкен болып көрінеді. Туфлиді бір-бірлеп лақтырып, Амелия ақырындап төмен түсе бастайды. Полкада тұра алмаған соң еденге құлап түседі. Жылдар бойы жүрмеген аяқтарымен жүру қиын, сондықтан Амелия жиһаздың көмегімен тұрып жайлап далаға шығады. Бақытқа бөленіп, Амелия бассейндегі суға қолын тигізеді. Теннис топтарын лақтырып, үйдің дәліздерінде билейді. Содан кейін сыртқа шығып, оны қала орталығына апаратын почта фургонына көтерілу үшін туфлиін киеді. Амелия жүк көлігін құшақтап, бейтаныс адамдармен амандасады, үстелде билейді. Тіпті ер адамнан мопедке мінуді сұрайды. Сапар өте қызықты өтеді, және олар жағалау аймағына жеткенде Амелия сол жерден түсіп қалады. Ол тағы да бейтаныс адаммен билейді. Сонымен қатар ер адамнан тұрақ үшін штрафын жыртып тастайды. Йога тобына қосылып, иттің артынан жүгіреді. Ақырында жағажайға жетеді. Онда адамдар оның билеуіне қосылады. Содан кейін ол теңізге қарай жүгіреді, ал суық толқын қыздың есін жиюға көмектеседі. Осыдан кейін Амелия бейтаныс адамдардан сүртіну үшін орамал сұрайды, бірақ олар орамалды беруден бас тартады. Сөйтіп Амелия қала орталығына оралады. Кішкентай көшеде келе жатқан Амелия косметика дүкенін байқайды. Өзін ретке келтіру үшін ішке кіреді. Ол ағып кеткен тушты сүртіп, пробниктердің көмегімен өзіне макияж жасайды. Сатушылардың бірі Джордан Амелияның макияж жасау шеберлігіне таң қалады. Джордан Амелиядан визажистсің ба деп сұрайды. Бірақ Амелия оны тез түзетіп, оның жұмысы миллионер үшін олжа сияқты отыру екенін түсіндіреді. Бір таңқаларлығы, Джордан оны бұл үшін айыптамайды. Өйткені анасы оған ең бастысы бақытты болуды үйретті. Жауап ретінде Амелия анасының сұлулық мидан гөрі маңызды
өзі философиясы туралы айтады. Ал Джордан оған таңдаудың қажеті жоқ екенін айтады. Ол екеуі де сенде болуы мүмкін дейді. Амелия үшін бұл өте маңызды, өйткені ол бұл туралы ешқашан ойламаған. Амелия кетер алдында Джордан оған бірдеңе сатпақшы болады. Бірақ Амелияда ақшасы болмағандықтан ұсыныстан бас тартады. Бірнеше минуттан кейін Амелия үйіне қайтып полкаға біраз уақыт қарап тұрады. Біраз ойланғаннан кейін ол металлды алып полканы бұзады. Бір жылдан кейін Амелия өзінің косметикалық дүкенін ашады. Онда ол жаңа полкада отырып қонақтарды қарсы алады. Артында бәрі қарай берсін деген жазу ілініп тұр. Осылайша әйел өзінің сұлулығын және сонымен бірге ақыл-ойын осылай көрсетеді. Өйткені ол полкада отырып бизнесті басқара алады. Алайда адамдар әйелге мән бермейді. Клиенттер Амелиямен амандасып, оны әдемі деп атайды. Бірақ оның тек әдемі болып қоймай, ақылды екенін ешкім айтпайды.